кейін өзгеріс бар. Өзгеріс былай. Қымбатшылық бұрынғыдан да халықтың жағдайы төмендеп кетті. Соны байқадым. Бұрынғыдан да халыққа қысым күшейіп кетті. Қазір айтқан не керек, былай бейбіттіге шығуға деп ешкім шығармайды. 3 адам басы қосса болды, ұстап алып кетеді. Сондай болып кетті қазір. Бұрынғыдан да нашар сияқты. Ең бірінші кезектегі мәселе біздің мына рухани, халықтың рухани құлдырауы. Соны жақсартар едім. Рухани құлдырауды жақсарту үшін не керек? Ұлттық идеология керек. Бізде ұлттық идеология жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан да осы мәселені ең бірінші кезек қою керек. Негізсең мемлекеттің, өркендеген мемлекеттің ең басты құндылығы халық болып саналады. Бізде халықты конституция жазылған, халық деп бірінші байлығы. Бірақ халыққа ондай назар аударылмайды. Сондықтан да ең бірінші ұлттық идеологияны жаңғыртып, халықтың санасын жаңартып, жаңа заман қарай халыққа көңіліне сенім беру керек. Сенім беру керек. Өмірге деген сенім, ертеңге деген, болашаққа деген сенім. Ертең болашағымыз, балаларымыз жақсы өмір сүреді. Ешқандай жұмыссыздық, ондайға уайымдамау керек деп ойлаймын. Оған екі мақталым. Қай кітап аға? Кітап жоқ, мәшін жоқ. Жоқ, мен Атырауда тұрамын. Тұрғыны Атырау, туған жерім Құлсары. Қазір саған кітабымды көрсетейін, сен де танып жүретін боласың. Аты кім болады? Охрана общественного порядка. Қазақстан болашағы қазір бұлыңғырлауғы. Болашағы бұрынғыдан да қазір қаңтардан кейін жұмыссыздық көбейіп кетті. Жаңа қымбатшылықты айттым, қымбатшылығы бар, жұмыссыздығы бар. Оның үстіне мына Атырау облысында осы 23 жылы жаңа болашақ кеңейту жобасы аяқталды. Теңіздегі үлкен көп адамды жұмыспен қамтыған 80 мың адамдай. Сондықтан мұның бәрі қысқартуға түсті. Қазір жұмыссыздық билік алып тұр. Атырау ол тек қана теңіздегі қысқартулар ол Қазақстан бойынша. Ол жерде бүкіл Қазақстанның облыстан жұмысшылар жұмыс істеп тұр. Айттым ғой, 80 мың адамды жұмыспен қамтыды. Сондықтан қазір жұмыссыздық, соның бәрі жұмыссыз қалғасын. Қазір жұмыссыздық күшейді, сондықтан тәртіпсіздік көбейіп жатыр күннен күнге. Ал үміт, адам үмітсіз шайтан ғой, адам үміттенеді, бірақ та қазір үміт азайып жатыр. Неге десек, оның куәсі жастарымыз, жақсы мамандарымыз бәрі шетел ашып жұмыс істеуде. Соның куәсі жақсы қолайлы, адамға қай жер жақсы жағдай жасайды, сол жаққа қарай адам ұмтылады ғой. Халықты қыса берсе, әрине қайталанады. Бұл деген халық деген серіппе сияқты ғой. Орысшасы пружина. Мына сыққан сайын пружинаны ол кейінгі отдача қатты болады күші. Мына қазір халықты қысып жатыр. Сондықтан да енді қайталанса, халықтың ашуы, ызасы қаттылау болады ма деп қорқам бұрынғыдан да.